Kanka. Ya to'xta. Şunsunu apkoy fakat. Marafat. Şunsunu apkoy. Al kutlu olsun. Kutlu olsun. Aman. Programmanın. Аса қымбатты ардагерлер, қонақтар және ауыл тұрғындары. Ұлы жеңіс құтты болсын. Осыдан 70 жыл бұрын адамзат тарихында ең ауыр және қанды соғыстың соңғы оқтары атылды. Содан бері 1945 жылдың 9 мамыры жұртшылықтың жадында біздің халқымыздың ерлік үлгісі, қажырлығы мен мызғымастығының символы болып келеді. Аға ұрпаққа алып берген жеңіс бүгінгі күнде де жанымызға қуат береді. Қиындықтарды жеңіп, алға ұмтылуға көмектеседі. Assalomu alaykum, hurmatli ulug' vatan urushi qatnashchilari hamda aziz mehmonlar. Ulug' vatan urushi xotima topganiga 70 yil to'lyapti. Ushbu tarixiy ayyomning har birimiz uchun ham, davlatimiz uchun ham mohiyati o'zgacha. Ulug' vatan urushiga ham qishloqlarimizdan 629 ta kishi ishtirok etdi. Ulardan 155 tasi jang maydonida shahid ketdi, bedarak yo'qoldi. Bugungi tinchlik, farovon hayotni tuhfa etgan, qonli jang maydonlarida qolib ketgan bobolarimizning ruhi xotiramizda mangudir. Шайқалмасын ешкімнің шаңырағы, бақыт көрсін отанның сан ұланы, енді ағайын көгінде қалықтасын қазағымның қастерлі әнұраны. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Salam
Отан соғысының 70 жылдық мерейтойына арналған Қайран ерлер, ардагерлер атты митингімізді бастаймыз. Сахна төріне Кентау қаласының әкімі орынбасары Әуелбеков Адыл Арыспайұлы, қалалық Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагерлер кеңесінің төрағасы Жұмабаев Исақан ағай, Қаннақ ауылының әкімі Матмұсаев Талат Алымжанұлы, Ұлы Отан соғысы ардагері Салышев Ергеш ағай, Қаннақ ауылы Ұлы Отан соғысы және тыл ардагерлер кеңесінің төрағасы Айметов Рақым ағай, Қаннақ ауылы ақсақалдар кеңесінің төрағасы Юсупов Сабыржан ағай, Кентау қалалық мәслихат депутаты Елеусизов Қаблан ағай, Кентау қалалық мәслихат депутаты Хабибова Дилдара Ергеш қызына беріледі. Құрметті Қарнақ ауылының тұрғындары, құрметті ақсақалдар, апалар, әжелер. Бүгінгі ұлы жеңістің 70 жылдық мерекесіменен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сонау кешегі 70 жыл бұрын елбасына күн туған шақта барлық аталарымызбенен апаларымыз ел қорғау үшін, отан қорғау үшін, өзінің азаматтық парызын орындау үшін майданға аттанды. Ал енді сол майданда жүріп, қанша ата-бабаларымыз шейіт болып, сол бөтен елдің топырағында қалып кетті. Ал енді соғыстан аман есен келіп, мүгедек болып келіп, елге оралып, осы аталарымыз бен апаларымыз үлкен қызмет жасап, осы қаланы, ауылды ел етіп, бүкіл әлемге танытқан міне аталарымыз бен апаларымыз ортамызда отыр. Сіздерге мың алғыс, аман болыңыздар. Кеше ғана қатысқан 23 ардагеріміз бар еді. Міне күні бүгінге 20 ардагеріміз қалды. Ал Қарнақ ауылында 3 Ұлы Отан соғысы ардагеріміз отыр. Міне бұл кісілерге мемлекет тарапынан қамқорлық жасап атқанын өздеріңіз білесіздер. Кеше әрқайсымызға шоттарына миллион теңгеден аударылып берді. Елбасының арнайы медалімен марапатталып жатыр. Міне біз осы елбасының медалін жаңа өздеріңіз куә болдыңыздар, арнайы тапсырдық. Құрметті ауыл тұрғындары, мына мерекеменен шын жүректен құттықтаймын. Соғыс болмасын, соғыстың үлкен кішісі жоқ. Соғыс болған мемлекеттерді көріп жүрміз. Бірденен 30-40 жылға экономикасы артқа қарай кетеді. Ал енді оны қайтып орнына келтіруге сан жылдаған уақыттар керек. Соғыс болмасын, тыныштық болсын. Біздің осы үлкен жетістікке жеткеніміздің барлығы ұлтаралық татулық пен ауызбіршіліктің арқасында, елдің тыныштықтың арқасында. Елбасымыздың салып кеткен салиқалы саясатын қолдап, сан ғасырлық стратегиялық жоспарымыз бар. Міне біз осы жоспарымызды орындап, осы саясатпенен жүрсек, біз бұдан да әлі биік жетістіктерге жетеміз. Мына келер жастарға, мына кешегі аталарымыздың көрсеткен ерліктерін біз еш уақытта ұмытпауымыз керек. Осы кісілер бізге патриоттық мына сезімізді оятып, қаншама ерліктерін бізге паш етіп қалдырып отыр. Құрметті ардагерлер, біз сіздерді еш уақытта ұмытпаймыз. Сіздердің аттарыңыз мына алтын әріппенен тарихта қалып отыр. Бүкіл ұрпақ сіздерді мақтан тұтады. Тағы да мереке құтты болсын. Мемлекетіміз бұдан да биік жетістіктерге жете берсін. Қарнақ ауылы дамып, мына Кентау қаласындағы үлгілі ауылдардың алдың қатарына шыға берсін деп тілеймін. Тағы да мереке құтты болсын. Assalamu alaikum hemkışlaklar. Assalamu alaikum nebereler. Bugün biz Uluk Vatan Galaba Günü'nün 70 yıllığını bayram oturmuş. Bu bayram çok vakti geçecek, ötmez, solmaz, azap olmaz frazdır. Şimdi vatanımız, elimiz tinç olsun. Endiki
Bizim nabadalarımız şu prazdnikine daim праздник өткізіп келеді. Қадірлі қарындақты ағайындар, енді біз мына ертеңгі болатын жеңістің 70 жылдығы бізге үлкен мереке болғанменен бұл мереке оңайлықпен бізге келген жоқ. Оның қазір мына жерде куәгерлер отыр. Егер соғыста біздің аталарымыз, ағаларымыз, апаларымыз қан кешіп жүрсе, сол соғыс уақытта 41 мен 45 жылы көшірде мына аналар отыр. Осы ауылда еңбек етіп, сол соғысы жақындатамын деп, бала-шағасының аузынан жырып, сол соғыстағы азаматтарға үйінен майын, басқа да заттарын, қол ұшына көмектерін еш уақыт аяған жоқ. Бұл тірлік тек қана ер адам емес, әйел адамдардың да қолынан келетінін бүгін сол кезде дәлелдеп көрсетті. Ер адамдардың бәрі соғыста кеткен кезде ауылда қалған осы әйелдер мен жас балалар сол 5 жылдың ішінде үлкен қызмет жасап, осы елімізді, жерімізді, бала-шағамызды өсіріп, бүгінгі осы 70 жылдық жеңіске жеткізіп отыр. Одан кейінгі бұл аналарымыздың тағы үлкен қызметі, кешегі тәуелсіздік алған кезде барлық елде, жалғыз Қазақстан емес, қиыншылық туған кезде осы аналар да тағы да үлкен қызмет жасап, бала-шағасын асыраймын деп, алақабын аралап, жер-жерді кезіп, сол еңбек етіп, ешқандай қиыншылықсыз, қиыншылық болды, бірақ сол қиыншылыққа төтеп беріп, осы бүгінгі күнге тағы да жеткізген сол аналарымыз. Енді аталарымызға келсек, бұл кісілердің еңбектері өз алдына жаңа айтып кетті. Мен енді кеше өзіміздің кішкентай былай тарихты ақтарып қарасам, осы Қарнақтан 140-тай адам кеткен соғысқа, соның жартысынан көбісі оралған жоқ. Оның үстіне біздің жалғыз Қазақстанда емес, одақ әлемінде анықтап беретін статистика жоқ. Әрқайсысы әртүрлі айтады. Сол себептен, мысалға мен өздеріңіз мына қоңысыз Құшатада өскен себебім, Құшатада өскеннен кейін бұл жағдайды мен анық білетін себебім, біздің ауылдан 50-60 адам кетсе, соның 10-15 оралды. Енді есептей беріңіздер, жарысынан көбі сояқта қалды. Көбісі мәлімсіз болып жатыр. Міне мен Қарнақтыда сондай деп есептеймін. Сол кезде қиыншылық, біреу әкеден қалды, біреу Құдай қосқан қосағынан қалды, біреу ағасынан қалды, біреу баласынан қалды. Міне біздің көрген аналарымыз бен аталарымыздың қиыншылығы осы жастарға сабақ болады деген себептен мен айтып отырмын. Осы артымызда кішкентайда болса біздің көзіміздің тірісінде осы келешек балдарға сабақ болсын, көзі көріп жүрсін деп кеше 6 май мерекесі күні өзіміздің Кентау қаласындағы орталық музейдің ішінен үлкен бөлме аштық. Осы соғыс ардагерлеріне арнап. Мына оқу бөліміндегі өшерде қызметкерлерге айтатын себебім, айтайын деп тұрғаным, сол музейге апарып, сөйерде аталарының келешектегі бұрынғы қайтқандарын бәрін көріп, сөйекпен танысса деген мен өзімнің осы нем бар, айтатын сөзім бар. Ал енді мына сіздерге тілетін тілек, оған Қарнақ ауылында үлкен жаңағы бір жақсы ненің оқиғаның басында болдық. Қарнақ ауылында мына көпір ашылып жатыр. Мына екі ауылдың бірге басын қосып, оған да құтты болсын айтып отырып, сіздердің барлықтарыңызға Алла Тағала денсаулық берсін деп тілек тілеймін. Бұл Қарнақ ауылы әр уақытта өзінің салт дәстүрін ұмытпаған, мәдениетін ұмытпаған, ауызбіршілігі ынтымағы зор ауыл деп есептеймін. Себебі мына төрде отырған көп ақсақалдар шақтыда бірге істегенмен, осы кісілерменен бірге болғаннан кейін, сол кісілерменен бірге қатар жүргеннен кейін, мен бұл Қарнақтың жағдайын басқаға қарағанда жақындау білетін себебім содан. Мына Құшатада 45 жылы өскенімізде біздің ата-бабаларымыз, аталарымыз, әкелеріміз келіп, осы Қарнақтың шайханасына келетін. Сонда ешектің арқасынан мініп келген кезімізде, сол кезден бастап
Қарнақ ауылының азаматтарын біз өте ыстық көретін себебіміз содан. Осы Қарнақ ауылының дастарханында болып, Қарнақ ауылының ең алдымен піскен алмасын жейтін біз едік. Сол себептен сіздерге тағы тілегім, мынарда жастар көп екен. Сол ата-баба жолын ұмытпасын, салт дәстүрмен жүрсін. Еш уақытта біздің өзіміздің мұсылман кершілігіміз ешкімнен кем емес, артық болмаса. Сіздерге денсаушылық, аманшылық осы мейрамнан мейрамға жете берейік деп тілек білдіремін. Рахмет тыңдағандарыңызға. Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar, hurmatli ulug' vatan urushi va mehnat faxriylari. Hammangizni mana bugun butun respublikamiz o'tayotgan mana ulug' vatan urushining g'alaba qozonganligimizning 70 yillik bayrami bilan qishloq hokimiyati nomidan chin yurakdan tabriklayman. Respublikamiz bo'ylab o'tayotgan ulug' vatan urushining 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar qishlog'imiz tarixining yodgorliklaridan biridir. Har bir yoshning oldida turgan asosiy maqsadlardan biri o'z tarixini bilish, o'rganishdir. Agarda buyuk tariximizga nazar soladigan bo'lsak, 1941-45 yillardagi Ikkinchi jahon urushi davridagi xalqimizning mard o'g'lonlari ona vatan uchun o'z jonini fido qilib janglarda kurashganligiga yodimizga tushadi. 9-may g'oliblarga ta'zim kuni. Bu kuni odamlarga hurmat, e'tibor ko'rsatilib janglarda halok bo'lgan hamyurtlarimizni xotirlaymiz. Vatan tinchligi uchun kurashib o'z jonini fido qilgan ota-bobolarimizni xotirlashimiz lozim. Bu ulug' kunda yoshlardan, tengdoshlarimizdan, qolaversa butun qishloq ahlidan shuni istardimki, qancha qonli janglarda jasorat ko'rsatgan bobolarimizni yodga olib, bu kunlarga erishish qanchalik mashaqqatli bo'lganini yana bir bor yodga olsa va maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xulosa qilib shuni aytamanki, har birimiz tinch yurtda yashayotganimizga shukr qilib, bu tinchligimizni asrab avaylashga va uni g'arazli g'oyalardan saqlashimiz kerak. Bu davrda qancha barbod bo'lgan oilalar uchun qo'limizni ko'ksimizga qo'yib ta'zim qilishimiz kerak. Shunday ulug' kunlarga yetkazgan bugungi kunda bizlar bilan hamnafas bo'layotgan nuroniy otaxonlarimizga esa uzoq umr va tinch osuda hayot tilab qolaylik. So'zim so'ngida urush qatnashchilariga ta'zim keltirib, hammangizni yana bir bor 70 yillik bayram bilan tabriklayman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar. Bizning qariyalarimiz, pensionerlar, ardagirlar, mana shu yerda o'tirgan hammangizni bugun katta bayram, g'alaba kuni 9-may bilan tabriklayman. Mana sizlar yiliga qaytmaganlar soni masalan 371 kishi bo'lsa, urushdan qaytib kelgani 132 odam, urushga ketdi 629 kishidan hozir mana 4 kishi alllaringizda o'tiribdi. Mana shularning iymonlari salom bo'lsin. Qolganlari mana yesirlarida qoldi, yosh kelinchaklar vaqt aramso mushapa va hokazo bir qancha otlarni aytishning hojati yo'q chiqar. Mana shu urush qatnashchilariga atab mana shu imoratni sadiq eskatish uchun mana avvallari ardagirlar uyi yo'q edi. Mana hozir yoshlar, boshqa qariyalar kirib maslahatlashib o'sha yerda dam olib chiqadigan joy paydo bo'ldi. Mana plosh sadiq yo'ldan chetda tamom. Mana eskatkishimizga 132 odamni urushdan qaytib kelib, qaytish bo'lganlarni ularni qo'shtirdik. Mana shularni hozir ziyoratga chiqamiz. Hammangizni bayram bilan tabriklayman. Sog' salomat, eson omon kelasi 71 yillik, 80 yillik, 90 yillik g'alabalarga omon eson yetaveringlar. Rahmat tinglaringiz uchun. Assalomu alaykum, hurmatli aziz hamqishloqlar. 2001 yillik tarixga ega bo'lgan hamqishloqlarimiz, ulug' vatan urushi veteranlari va mehnat veteranlari, qolaversa mana orqa kelayotgan aziz yoshi kattalar, hammalaringizni bugungi ulug' bayram bilan tabriklay o'tirib, hammalaringizga sog'lik, salomatlik, omonlik, baxt tilab, hammalaringizga birlik, mehr, muhabbat, tinchlik, omonlik tilayman.
Shu bilan birgalikda bizning orqamizda mana o'sib kelayotgan kelajagimiz bo'lgan yoshlarning kelajakda mana shu sizlarday bo'lib bizning tariximizda qolgan aziz insonlar bo'lib yetishaverishiga tilak bildiraman. Hammalaringiz omon bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum aziz urush qatnashchilari, front ortida xizmat qilgan aziz opalar, otalar. Mana bugun Suronli urush yillarining tugaganiga ham 70 yil to'ldi. Qishlog'imizdan urushga atlangan urush qatnashchilarining deyarli 70% qaytib kelgani yo'q. Urush yillari mana shu front ortida o'zining og'zidagi oxirgi nonigacha, ustidagi oxirgi kiyimigacha berib xizmat qilgan, g'alabani yaqinlashtirgan aziz insonlar o'tiribdi mana shu yerda. Front urush yillari har bir qancha bolalarimiz yetim qoldi, qancha kelinchaklarimiz beva bo'ldi, qancha onalarimiz farzandsiz qoldi. Lekin mana shunday bizga porloq kelajakni tuhfa qildi. Barchangizni g'alabaning 70 yillik bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Bizning mana shunday g'alabamizni, bizni mana shunday farovon kunlarga yetkazgan, urushda halok bo'lgan, urushdan keyingi yillari halok bo'lgan barcha otaxonlarimizning ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Mangulik elimizda hamma vaqt tinchlik bo'lsin, osmonimiz ochiq bo'lsin, birdamlik bo'lsin. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli Qarnaq eldi mekeni turg'undari, және de mına bugungi mitingiga қатысып отқан ақсақалдар, аналарымыз, апаларымыз, сіздерді бүгінгі ұлы жеңістің 70 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті аталар, бабалар, мынау жеңіс оңай жолмен келген жоқ. Жаңағы менен бұрынғы көкелеріміздің бәрі айтып кетті. Құдай бұндай енді соғысты көрсетпесін. Мынау қазіргі таңдағы мынау өзіміздің Қазақстанымыздың гүлденуі елбасымыздың арқасында мына биыл жыл үлкен жыл болып жатыр. Ассамблеяның 20 жылдығы, жеңістің 70 жылдығы. Бұл енді оңай жолмен келген жоқ. Ол оңай жолмен келмегенін мына өзіміздің ақсақалдар мен ардагерлеріміздің төсінен байқап отырмыз. Құдай қаласа, енді мынау Қазақстанымыз гүлденіп, мынау үлкен белестерден көріне берсін. Мынау ардагерлер мен апаларымызға, отбасыларына аманшылық, дендеріне саулық тілеймін. Ал енді мына майданнан келмей, сол жақта қалған ата-бабаларымыздың рухы шат болсын. Құда қаласа имандары өздерімен болсын. Мына мереке құтты болсын. Қарнақ елді мекенінің мынау көгеріп, гүлденіп, одан ары жоғары жерден көріне берсін. Аман болыңыздар. Тыңда отан, жырымды тыңда. Сап түзер жауынгерлер алдыңызда. Шырқалсын жеңіс әні бір қуанып, тұрайық қошеметпен қарсы алайық. Әскери шеру. Алаңда Махмуд Қашғари мектебі.
o'chsin butunlay. Odamzodga ne kulfatlar solmading, sahifasiz sarf daftarin tutunday. Mash'ullikni yodga solmay qolmading. Bir daqiqa sukut saqlang odamlar. Jahon aro g'alabamiz kelmoqda. Fashizmga qonuniy choq qasilgan insoniyat baxtiyorlik sezmoqda. Milyonlarda bu kun yorug' chehralar, mag'lub bo'lib to'kilgan dushman qoni. Havas qiling, ko'kraklarda yarqirar qahramonlik g'alabaning nishoni. Ta'zim sizga, qahramon xalq vatan uchun. Fidoyi jon qalbingizda yongan lovlov. G'alabamiz, g'ururimiz, iftixor poyingizga gullar u mangi alov. Ulu Cengiz soldatlarının esimlerin, öşpes yerliklerin мәңгі сақтап қалу үшін қаннақтықтар сұрапыл соғыста қаза тапқан ата-бабаларымызды 1 минут үнсіздікпен еске алайық. Құрметті ардагерлер, сіздердің құрметтерін ауыл өнерпаздарының 9 мамыр жеңіс күніне арналған концерттік бағдарламамыз. Хор «Священная война» орындайтын балапан балабақша тәрбиешілері, дирижер Қаннағау клубы меңгерушісі Насиба Жалалова. Қастерлейді халқымыз қаһарманын, жүр есіп сапарлар, қайран ардагерлер, қалдау сиреп бұл күнде қатарларың. Жеңіс күніне арналған Айша Бибі балабақшасының бүлдіршіндері дайындаған би.
бізді туған, алаш кеген қуған, жерлерім ел үшін менен бекем болған. Ақ білек күшімен, ақ найза ұшымен қорғаған бабамның үлгі алып ізінен. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан жансың халық үміттері. Көк аспанда желбіресің көк байрағың, жаса мәңгі